Ассалаумағалейкум қазақ елі. Еуразия бірінші арнасында басты жаңалықтар. Ақпарат айтаманы ғалым кәлмен. Әуел әлқисасын тыңдаңыз. Спорт саласындағы сұмдық. Қоян қолтық ұрыс жаттықтырушылары демалыс аймағын басына көтерді. Одевай. Давай подеремся. Одевай, я тебе говорю. Сейчас будем драться, братан. Я тебе такой наказую. Ішімдік ішкен еркектер өзге демалушыларды қорқытып, полициямен ерегіскен. Федерация басшылығы бұған қатысты не деді? 3 пәтер, 5 көлік сатып алған. Олымның еміне де елден ақша жинаған жұбайлар жаза арқалады. 1 миллиардтан астам қаражатты қалтасына басқан ерлі зайыптыға қандай үкім шықты? Шаруалар не жерін, не малын таппай қалды. Кеңес үкіметі тарағасын кооперативке бірігіп 30 жылдан астам тер төккендер еңбегінің ақысын ала алмай жүр. Елдер бәлен 10 жыл істесе миллион, бірнеше миллион. Мен мысалы 12 жасымдан жұмыс істегенде дейш, мен қазір 79-дан. Зейнетақы жүйесіне өзгеріс енгелі жатыр. Бұдан былай әлеуметтік төлемдер басқаша тағайындалады. Жаңа тәсіл енгізілді. Жасы бойынша скоринг негізінде жүйе зейнетақы ісін автоматты түрде қалыптастырады. Алматы тауларында тағы бір бозбала көз жұмды. 20 жастағы жас жігіт осыдан 2 күн бұрын із-түссіз жоғалып кеткен еді. Ол биіктігі 4000 метрден асатын шыңды бағындыруға бекініпті. Бірақ жастар шыңына сол кеткеннен мол кетті, оралмады. Туыстары аланды аласұрып іздегенмен таппаған. 50-ден астам құтқарушы мен ерікті 2 күн бойы Іле Алатауында ізгесіпті. Кинологтар мен дрондар да тартылған. Алайда тек бүгін тау баурайында оның денесін көріпті. Айта кетейін, ай басында 18 жастағы тағы бір жасөспірім жоғалып кетіп, тек 9 күннен кейін оның мәйіті табылған еді. Құтқарушылардың мәліметі бойынша бұл биіктікте мұздықтар бар. Яғни дайындығы жоқ тауға аттанған адамдар үшін арналмаған. Құтқарушылардың көтерілуі мен төмендеуі шамамен 5 сағатқа созылды. Оқиға орнында Алматы қаласының төтенше жағдайлар департаментінің психологы жұмыс істеп жатыр. Алматы облысындағы құс фабрикасының аумағынан өрт шығып, бір адам қаза тапты. Қайғылы оқиға Іле ауданында болды. Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше қызыл жалын кәсіпорынның асханасынан тұтаныпты. Өрт сөндірушілер келгенше тілсіз жау біраз жерді шарпып үлгерген. Онымен арпалысуға 42 маман, сосын 12 техника тартылды. Өкінішке қарай іште бір ер адам қалып қойған. Құтқарушылар қанша жанталасқанымен оны аман есен алып шыға алмады. Қазір қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүріп жатыр. Құрылысы енді басталған үйге ақша салып қойып күтіп жатқанда, ол компания өзін банкрот деп жарияласа не болады? Алматылық салымшылар бірнеше жылдан бері уәделі баспанасын ала алмай жүр. 3 жыл бұрын қала тұрғындары іргетасы әлі қаланбай жатып, баспанаға қыруар қаржы құйып үлескер болған. Енді не үй жоқ, не ақша жоқ. Көкжиек тұрғын үй кешені 2024 жылдың желтоқсан айында қолданысқа берілуі тиіс еді, бірақ өздеріңіз көріп отырғандай әлі мұнда құрылыс жүріп жатыр. Мердігер компания өзін банкрот деп жариялаған. Сөйтіп жаңа компания құрылысты өз мойнына алыпты. Бірақ 3 жыл бұрын ақша салып үй брондаған тұрғындарға бұл үйді баспананы сатпаймыз, нарықта шаршы метр қымбаттады деп ақшаларын қайтарып бермекші. Енді салымшылар не істерін білмей далада қалдық деп отыр. 71 жастағы Ықылай Нұрғазиева немерелері үшін іргетасы қаланбай жатып 2 бірдей баспанаға 7 миллион теңге салады. Шаршы метрі ол кезде 320 мың теңге болыпты. 2 пәтерде 2 бөлмелі, өйткені 21 немересі де студент. Құрылыс былтыр аяқталмаса да кейуана шу шығармай күткен, бірақ күні кеше нарықтағы құн жоғарылады, құйған қаражат жетпейді деп қаты келіпті. Қазір 8-9 корпусты сатып тастапты. Кеше ғана келеді. Бір ай бұрын емес, мен или ақшасын аламын 14 күннің ішінде, или басқа блоктан үй іздеймін. Неге мен ақшасын алам? Мен ол 4 жылдан бері мен оны айландырсам, кәдімгідей квартира сатып алар едім ғой. Мен бар тапқан пенсиямда 21 немерем бар. Солар бәрі қалада оқып жатыр. Көкжиек тұрғын үй кешенінің жарты бөлігі қоныстанып алған. Алды көлікке ойын алаңында балалар ойнап жүр. Тек 2 подъезді 2 тұрғын үйдің салымшылары пәтер жағалауға мәжбүр. Кейбіріне шаршы метр дұрыс есептелмеген деп таңғарада үйін қуықтай пәтерге ауыстырамыз депті. Ал екіншісіне
иесіне тіпті басқа жерден баспана ұсынған. Тұрғындардың күйіп пісіп отырғаны да осыдан. 2023 жылда біз по 320 мыңнан алдық. 23 квадраты, что мы там, 30% бердік. Қазір бұл қанша болады уже вот белгісіз. Олар бізге звондаған, сендердің квартира сентябрьде дайын болады. Біз уже дайындалып жүрміз, біз уже банкты аралап жүрміз. Мынау тайм сити, болады дейіп анаумен ипотека жасауға болады. Қазір мыналар вот письмо счастья кеше жіберген ғой. Вообще. Тайм Групп компаниясы қателіктер кеткен мойындайды, қазір шешу жолын қарастыруда екен. Өйткені о баста тұрғын үйдің жобасында шикілік кеткен. Пәтерлерді өзара бөлген кезде шаршы метрлері дұрыс есептелмеген дейді. Архитекторлар бөлу үшін қиындық туып, 3 жолмен жұртты келісім шартқа отыруға шақыруда. Біріншісі, алдымызда тапсырылатын үйлердің ішінен таңдап беру, өздерінің шаршы метрлеріне сәйкес. Екіншіден, біздің компанияға қарасты басқа жобалардан пәтер қарастырып беру. Үшінші, және құйған ақшаларын қайтадан алу. Қайтару. Әрине, бұл жерде шешім бар. Мәселе туындап жатқан жоқ. Біз басымызды алып қашып жатырмыз. Бұл біздің қателік емес деген сияқты. Қателік кетті. Ал тұрғындар ақшамызды қайталмаймыз, сол бұрынғы келісім шарттағы сомамен шаршы метрін есептеп баспана берсін дейді. Тіпті қаланың басқа жерінен де үй алуға келіспей отыр. Алдыңғы компанияның олқылығын әзірге ешкім дөп басып айтпады. Коммерциялық құпия дейді. Бірақ оны әкімдік қалай қабылдап алды, басты мәселе сол болып тұр. Гүлназия Мирханқызы, Азамат Төлеуов, Еуразия бірінші арнасы, Алматы. Атыраудағылар үрей құшағында отыр. Самал шағын ауданының тұрғындары көресіні су құбырынан көргенін айтып азарда безір. Тамшылаған судан бара-бара сол маңдағы зәулім үйдің іргетасына сызат түсіп, қабырғаларға қарай бастаған. Баспана иелерінің бірі бұған шыдай алмай жауапты мекемеге хабарласып, шарасыздықтан сотқа дейін барған. Көршісінің жағдайын көрген өзгелерді біздің жайымыз не болады деп алаңдайды. Сот бізді қолдамады. Сот көрсетілген дәлелдеріміздің бәрін байрақтың қарап жоққа шығарды. Үй қазір авариялық жағдайда тұруға опасно. Ішінде жасқа толмаған нәрестелер тұрады бірге, құлау қаупі бар. Біздер Атырау су арнасынан қалалық құрылыс бөлімінен үйдің әкелген зақымды шығынын өндіру біздің мақсатымыз. Біз қазір түнегіміз 4 болып өзіміз қорқып қарап отыр осының түнімен. Әртүрлі қаяғынан келіп қалады деген сияқты, судың жердің астынан болғасын жерде бізде білмей отыр қай жағынан не болатын. Үй мен жолдың шөге бастағанын тұрғындар жерасты құбырларының ақауынан көреді. Ал Атырау су арнасындағылар құбырды әр үйдің иесі өз жөндеу керек депті. Кәсіпорынның өкілі сотта магистральды желіде ақау болмағанын да дәлелдеп шыққан көрінеді. Да, такие заявки поступали к нам. Қандай да бір ақаулар туралы шағым түссе, біз шақыртуға барып дереу жөндедік. Магистральды желі істен шықпаған, бұзылғаны жекенің құбыры. Астанада науқас баласының еміне ақша жинаған ерлі зайыптыларға қатысты тергеу аяқталды. Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше, олар жұмысқа әрекетін Түркиядағы клиникада 84 миллион теңге тұратын ота жасатамыз деген желеумен бастапты. Жанашыр жандар қажетті соманы жинап берсе де, шетелге бармаған. Жұртты сендіру үшін Инстаграмда әуежайдағы ұшып бара жатқан көріністі бейнелейтін ролик жариялап, операцияның сәтті өткенін айтқан. Халықтан қолдау барын түсінген олардың араны тіптен ашылған. Түскен қаражаттың 3/1 бөлігін, яғни 481 миллион теңгені әлеуметтік желідегі парақшаларда жарнамалауға бағыттаған. Сөйтіп бас аяғы 1 миллиард 300 миллион теңге жинап алыпты. Ал баланың еміне оның 6 миллионнан астамын ғана жұмсап, қалғанына өздері шалқып өмір сүрген. Астанадан 3 пәтер, жер телімін, 5 автокөлік сатып алып, тіпті қаражаттың бір бөлігін құмар ойындарға салыпты. Сотқа дейінгі тергеп тексеру басталғанын білген соң, олар қылмыстық жолмен алынған активтерді тәркілеуден жасыру мақсатында жер телімін 3-ші тұлғаның атына рәсімдеген. Алайда тергеу бұл мәміленің жалған екенін дәлелдеді. Сот санкциясымен қылмыстық жолмен алынған мүліктердің барлығына тыйым салынды. Күдіктілерге қатысты бұл тартпау шарасы ретінде үй қамақ түрі таңдалды. Ащы судың әсері ме, әлде ақшаның буыма? Қоян қолты құрыш шеберлері демалушылардың әбден жырқын бұзды. Ішімдікке сылқия тойып алған атлеттер көпшіліктің мазасын алып, балалар мен әйелдерді қорқытқан. Тіпті полицейлердің өзіне доқ көрсеткен.
Давай подеремся. Одеваете, говорю? Сейчас будем драться, братан. Сейчас я такую нагазую. Что? Бұл оқиға Ақмола облысына қарасты Зеренді елді мекеніндегі демалыс орындарының бірінде болды. Әбден қызып алған Аслан Зейнуллаев есімді жаттықтырушы достарымен түн ішінде шу шығарып, басқа бөлмелерге кіріп, жұрттың мазасын қашырыпты. Демалыс аймағының әкімшілігі бұзақыларды сабасына түсіру үшін полиция шақыруға мәжбүр болған. Бірақ тепсе темір үзетін жігіттер одан бетер құтырған көрінеді. Тәртіп сақшыларының ескертуін елемей, погондыларды мазақ қылған. Кейіннен шу шығарған азаматтар Ақмола облыстық қоян-қолтық ұрыс федерациясында жұмыс істегені белгілі болды. Бірақ бапкерлер осыдан 3-4 ай бұрын ғана қызметтен кеткен көрінеді. Мекеме дерегінше оқиға 17 шілде күні болған. Ал демаламыз деп ішімдікті асыра сілтеп басындауға қалғандардың үстінен әкімшілік те қылмыстыққа іс қозғалыпты. Ал уәкілетті органға оны жаттықтырушы лицензиясынан айыру туралы ұйғарым да жіберілген. Жаздым жаңылдым деген азамат сосын елден бас салбырап кешірім сұрады. Недавно была неприятная ситуация. Жуырда менің қатысуымен өте келеңсіз жағдай болды. Демалыс аймағында шу шығардым. Осы жайт үшін азаматтардан кешірім сұрағым келеді. Сондай-ақ сол жердегі қызметкерлер мен әкімшілердің алдында айыптымын. Бұл түрлігім үшін ұялып отырмын. Жүргізушілердің Қазавтожолға, ал осы компанияның тізгіншілерге өкпесі қара қазандай. Екеуін араздастырып қойған Шымкенттен Өзбекстанның шекарасына дейін салынған трасса. Жол жамылғысы жөндеу жұмыстарының аяқталғанына бір ай болмай жатып бүлінген. Недавно были страшные пробки здесь, когда эту дорогу делали. Но месяц еще не прошел. Посмотрите, в каком состоянии эта дорога. Видеодан тас жолдың расымен де толқып кеткен анық байқалады. Ал бұған жауаптылар жүк көліктерін кінәлап жатқан көрінеді. Осыған шамданған жазба авторы, мұндай машиналарға шыдамаса қазынадан қыруар қаржы шығарып жолды не үшін салады деп налды. Қалың әрі сапалы асфальт төсеуге не кедергі дейді. Ал Қазавтожол видеода көрсетілген 34 шақырым учаскеде орташа жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқанын хабарлады. Жоба аясында ескісін қырып, асфальт бетон төсемек. Жұмыс биыл қазанда аяқталады. Соған қарамастан ауыр жүк көліктері арлы-бері жүруді тоқтатпапты. Тіпті кей жүргізушілер жаңадан төселіп жатқан жерлерді басып, қайта білдіріп жатыр екен. Оның үстіне күннің қатты ысып кеткені де жол жабындысында әсер ететін көрінеді. Шаруалар не жерін, не малын таппай қалды. Жетісу өңірінде кооператив мүшелері бас көтерді. Өйткені кезінде ұжымды басқарған басшы ешкімге мүлік байын берместен зейнетке шығып кетіпті. Кейінгі келгенінде жарытпаған көрінеді. Ал қолдағы мал көбеюдің орнына кеміп жатыр. Ашынған ағайынның талабы арызын тыңдайық. 60 жылдан аса еткен еңбегіміз далаға кетті. Жетісу облысында тоғжайлау өндірістік ауыл шаруашылық кооперативі жұмысшыларының көңілі тоқ болмай тұр. Қарашаның сөзінше тәуелсіздік алып ұжымшарлар тараған уақытта бұл ұйым кооперативке айналып мүліктері бөлінбей ары қарай жұмыс істеген. Алайда бұрынғы басшылары зейнетке кетпей тұрып мүлік пайын бөле бастаған. Сол сәтте кеңес кезінен бері тер төккендердің көпшілігі өзіне тиесілі жерді де, малды да, ақшаны да жарытып ала алмапты. 79-да жүріп түнде трактор күзетем. Сонда мен айтатыным, елдер бәлен 10 жыл істесе миллион, бірнеше миллион. Мен мысалы 12 жасымдан жұмыс істегенде деш, мен қазір 79-дам. Сонда миллионақ жарым имущественный пай. Менікі де дұрыс емес енді. Тіптен бермесе қойсын, бірақ басқа елдікін тауып берсе деп, естісе екен деймін. 2011-ге шейін істегендер пай жоқ емес үстінен. Жоқ болып тұр бізде. 25-35 болды, одан артық жоқ. 11-ден бері қарайға да бар. Қайтадан мынадан өздерін шығарған заңдар ол. Миллиондап алып жатыр. 13-14 миллион. Қарапайым жұрт қазір әуелі кооперативте мал саны да азайып кетті дейді. Кейін келген басшылары біресе саттық, біресе қырылды деп есеп беріпті. Бірақ бұған да халық сенбейді. Себебі сатылған 4 түліктің не ақшасы, өлгеннің не ізі жоқ. Енді 740 бас жылқы болған. 18.900 бас қой баласы болған. Тоқтысы бар бәрі. Ал биылғы таңда қазір бізде қалып отыр. Қой баласы 8157 бас қана қалып отыр ғой. Табын жылқымыз 537 бас қалып отыр. Сонда 203 басқа кеміп отыр да бұл. Оны енді өткен басшы оны айтпай отыр. Бұл былай тұрсын, екі қолға бір күрек ұстаған азаматтар жалақыларын да дұрыс ала алмай жүр екен. Тіпті биыл еккен егінде бітік шықпай, одан да қайыр болмай отырған көрінеді. Халықтың малын сатады да өздеріне запатып беріп отыр. Басқа сіздерде тірлік жоқ па сонда? Ана жерді қарасаңыздар, ана жерде жерге сепкен жер. Ана жерде 2000 гектардың бір 200 гектарында
Не бермейді? Бидай бермейді. Мынандай бидайлар. А оның бетімен алты жүріп өтті, бидай сеуіп тауыққа шепкенде. Ал кооперативтің қазіргі директоры осы көктемде ғана қызметке келіпті. Сөзінше өзінен бұрынғы басшылар халыққа тиесілі ақшаны да, басқаны да талан-таражыға салған. Объективті мен айтайын, 1-2 жыл бұрын 350 миллион ақшаларды неден егіннен ала алмады, ақшаны салды, соны үшін ақшаны құртты. Кеткен кезде 3 миллионмен қалтырған. Мына жаңа Даниярдышы. Содан бұл Данияр зарплатаны етпей мал сатты қыстай. Енді қалай сатты етті, бұл басшы жылғаннан кейін бізге есеп бермеді. Міне әлі күнге дейін жоқ. Ана кезде біз малды санадық, тірі мал орнында. Енді ана суммасын неден мен білмеймін, оған тексеру керек. Осылай сайда саны құмда ізі қалмаған мүлкін даулаған жандар кімнің есігін қағарын білмейді ал. Енді бұрын істеген басшылардан бастап бухгалтерияны қостап түгел тексеруді талап етіп отыр. Маржан Үсіпбек, Бергақтан, Еуразия бірінші арнасы, Жетісу облысы. Түркияның ірі холдингі Қазақстанның 3 қаласында аурухана салады. Бұл туралы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Анкараға сапар аясында белгілі болды. Әуелі мемлекет басшысын Режеп Тайып Ердоғанның өзі әуежайдан қарсы алды. Салтанатты рәсімнен соң қос ел президенттері аз-кем әңгімелесті. Қасым-Жомарт Тоқаев Түркия басшысына қонақжайлық үшін алғыс айтып, бауырлас халықтар арасындағы байланыстың бекем екенін жеткізді. Сондай-ақ іссапар барысында президентіміз бірқатар салмақты тұлғамен кездесу өткізді. Қатарында S-System Logistic компаниясының басқарма төрағасы Хусейн Барлин мен Örzax Group басқарма төрағасы Селман Алимоғлы бар. Мемлекет басшысы олармен логистика, фармацевтика салаларындағы серіктестік жайын талқылады. Ал Тирияки холдинг компаниясының атқарушы директоры Сүлеймен Тирияки оғлымен жүздесуде агроөнеркәсіптегі бірлескен бастамалар белгілі болды. Тауар айналымы 300 миллион доллар құрайды. Әрмен қарай бұл жұмысты біз күшейтіп жалғастырамыз. Бидай бізде көп шығарылады, сондықтан бұны экспорттау үшін терең өңдеу заводын ашпақшымыз. Астана қаласында соған 160 миллиард теңге инвестиция. Бірінші этабы 110 миллиард теңге болады, екінші этабы 50 миллиард теңге. Бұл проект өте маңызды. Бізде бір-ақ завод бар, Солтүстік Қазақстан облысында, мынау екінші завод болады. Сондай-ақ мемлекет басшысы Ида холдинг басқарма төрағасы Хусейн Арсланды да қабылдады. Түркиялық компания Түркістан, Астана және Петропавл қалаларында көп бейінді ауруханаға салуды жоспарлап отыр. Сапар аясында Қасым-Жомарт Тоқаев осы елдің негізін қалаушы әрі тұңғыш президенті Мұстафа Кемал Ататүрікке тағзым етуді де ұмытпады. Қайраткер жерленген кесенеге гүл шоғын қойып, құрметті қонақтар кітабына қолтаңба қалдырды. Бұл өзгеріс діни көзқарасқа кедергі келтірмейді. Белгілі дінтанушы Елнар Берікбаев 12 шілдеден бастап күшіне енген бет әлпетті жабуға тыйым салатын заңға қатысты пікірін айтты. Маманның сөзінше бұл азаматтардың ешқандайда құқығы мен бостандығына, діни көзқарасына қарама-қайшы келмейді. Мұндай шектеу бұған дейін көршілес Қырғызстан мен Өзбекстанда енгізілді. Тіпті Еуропа елдерде осы қағидаға бағынады. Дегенмен қоғамда бұл тыйымға қатысты әлі де жаңсақ пікір өріп жүр. Сондықтан дінтанушы түсіндірме жұмыстарын күшейту керек дейді. Бетті тұмшалауға тыйым салынады деген жаңалық шыққалы кей тұрғындар хиджаб киюге болмайды деп қателесіп жүр. Жалпы орамалға, ұзын киінуге ешкім қарсы емес. Тек никап секілді бетті толық жауып тұратын киімге шектеу қойылады. Енді бізге қажеті бірден айыппұл салмас бұрын алдымен қоғамға түсіндірме жұмыстарын жүргізу. Онымен қазіргі таңда құзырлы органдар мен мешіт мамандары айналысып жатыр. Осы құзырлы органдардың хабарлауынша балаклава, бетперде, ниқап сынды нақты адамның түр әлпетін тануға кедергі келтіретін киімдерді көшеде киюге болмайды. Мұндай өзгеріс адамдардың бет жүзін анықтап түрлі қылмыстың алдын алу мақсатында жасалып отыр. Дегенмен кейбір жағдайларда, мәселен, қызметтік міндеттерді орындау кезінде қолайсыз күн райынан қорғану үшін сырқаттанып жүрген жағдайда бетті жабуға рұқсат беріледі. Заңнамалық түзетулердің басты мақсаты азаматтардың құқықтары мен бостандықтарына, соның ішінде діни сенім бостандығына нұқсан келтірмей, қоғамдық қауіпсіздік пен тәртіпті тұлғаларды сәйкестендіруді қамтамасыз ету. Адамды көзбен толық шолып тануға, кедергі келтіретін, яғни бейне бақылау камералары арқылы адамның жүзін тануға бөгет жасайтын киімді киіп жүру бұзушылық деп танылады. Енді зейнетке шығу үшін құжат жинап сабылудың қажеті жоқ.
Цифрлық жүйе адамның жасын, еңбек өтілін автоматты түрде анықтап, төлемді өзі тағайындайды. Бір-ақ күнде. Алайда жұмыс істеп жүрген жандарға ертең ел қатарлы тәп-тәуір зейнетақы алу үшін табысты жасырмай ашық ойнау керек. Себебі бізде еңбекке жарамды әрбір үшінші адам айлығын әлі конвертпен алады екен. Олар кейін жасы жеткенде өкініп қалады дейді өкімет. 2029 жылға дейін 3 миллион 300 мың адамды жұмыспен қамту үкіметтің негізі жоспарының бірі. Жыл басынан бері 250 мың адам екі қолға бір күрек тапқан, оның 38% жастар екен. Бірақ ел ішінде 40 мыңға жуық бос жұмыс орнына маман табылмай отыр. Әсіресе тау-кен, құрылыс, өңдеу өнеркәсібі мен сумен жабдықтау салаларында тапшылық қатты сезіледі. Жаңа экономикаға жаңа кадр керек. Мысалы, металлургия және тау-кен өндіріс саласында смарт жүйелерді әзірлеуші, роботтандырылған тау техникасының операторы, машина жасау саласында виртуалды прототиптеуші маманы, құрылыста биг дата талдаушысы, ақылды үй жобалаушысы сияқты жаңа мамандықтар пайда болды. Сонымен қатар бизнес процестерді автоматтандыруға байланысты 40-тан астам мамандық өзгеріске ұшырады. Енді еңбек нарығын жасанды интеллект басқарады, жұмыссыз жүрген азаматқа қандай бос орын бар, қандай дағды жетіспейді. Мұның бәрін жаңа жүйе автомат түрде ұсынып, оқытуға жолдама береді. Еңбек вице-министрі Биахметовтың айтуынша, бұл жүйе жеке профиль мен нарық трендіне сүйеніп шешім қабылдайды. Екі негізгі құрал отбасының цифрлық картасы мен кәсіпорынның цифрлық картасын синергиялау бізге адами фактордың қатысуынсыз өзара іс-қимылды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Біздің цифрлық өнімдеріміз қажеттіліктерді анықтап пайдаланушыларға олардың жеке профилі мен нарықтық трендтердің негізінде лайықты жұмысты немесе оқу курсын автоматты түрде таңдайды және ұсынады. Жұмыспен қамту процесі енді тек статистика емес, нақты бақылауға алынады. Осы мақсатта инновациялық жобалар навигатор іске қосылады. Бұл жүйе әрбір жұмыс орнының қаншалықты нарыққа қажет екенін, қанша адамға арналғанын, қандай жалақы ұсынатынын және инвестордың уәдесін қаншалықты орындап жатқанын нақты көрсетеді. Жұмыс орындарын құрудың сапалы мониторингін қамтамасыз ету үшін инновациялық жобалар навигаторы әзірленді. Ақпараттық жүйе жаңа жұмыс орындарының санын, олардың еңбек нарығының қажеттіліктеріне сәйкестігін, сондай-ақ жұмыс берушілердің жұмыспен қамту жоспарларының орындалуын қадағалайды. Шетелдік және отандық инвесторлардың жаңа жұмыс орындарын құру бойынша өз міндеттемелерін орындау бағытындағы жауапкершілігін арттыру керек. Алайда еңбек нарығының тағы бір көлеңкелі жағы бар. Еліміздегі әр үшінші жұмыс істейтін азамат зейнетақы жүйесіне мүлдем қатыспайды, себебі жалақы қолма-қол беріледі. Ертең сол азаматтың зейнетақысы ең төмен деңгейде болуы мүмкін. Тағы бір сын қатер көлеңкелі экономика болып табылады. 24 жылдысы бойынша жұмыспен қамтылған халықтың 30%-ға жуығы зейнетақы жүйесіне қатыспаған. Жекелеген секторларда еңбек нормативтерінің болмауы да көлеңкелі жұмыспен қамтудың сақталуына ықпал етуде. Осы мәселені шешу үшін зейнетақы жүйесіне де жасанды интеллект енгізіледі. Зейнетке шығу енді жеңілдейді. Бұрын түрлі құжат жинап кезек күту керек болса, қазір жүйе адамның жасын, еңбек өтілін автомат түрде анықтап, өтінішсіз-ақ зейнетақын тағайындайды. Барлық процесс бір күнде аяқталады. Бүгінде пилоттық режимде принципті жаңа тәсіл енгізілді. Жасы бойынша скоринг негізінде жүйе зейнетақы ісін автоматты түрде қалыптастырады. Еңбек өтілі туралы мәліметтерді тексереді және азамат тарапынан өтініш жасамай ақ төлемдерді проактивті тағайындайды. Трансформация қызмет көрсету мерзімін 10 күннен 1 күнге дейін қысқартуға мүмкіндік береді. Ең басты жауапкершілік жергілікті әкімдерге де жүктеледі. Енді аудан мен қала әкімдерінің KPI жүйесіне жұмыспен қамту көрсеткіші ресми түрде енгізіледі. Бұл формальды есеп емес, халықтың күнделікті табысына тікелей әсер ететін өлшем. Келесі жылдың басынан бастап халықты жұмыспен қамтуды кеңейтуге бағытталған аудан және қала әкімдерінің KPI жүйесін енгізу қажет. Үшінші, цифрлық даму министрлігі жыл соңына дейін мемлекеттік органдар мен бизнестің деректерін біріктіріп, жаңа жұмыс орындарын құру бойынша бірыңғай цифрлық жүйені қалыптастыруға тиіс. Жұмысқа тұруда, зейнетке шығуда өзгеріп жатыр, бірақ бұл жүйе ең алдымен адами капиталға тіреледі. Маман болмаса, жобада, платформада іске аспайды. Сондықтан кәсіби білім беру қайта қаралып жатыр. 11 мыңнан астам білім беру бағдарламасы жаңартылған, 100 жаңа кәсіби стандарт енгізілмек. Себебі елде әрбір үшінші түлек алған мамандығы бойынша жұмыс істемейді. Серік Дәрменұлы, Алмас Әкімбек, Еуразия, бірінші арнасы. Айтарым осы ардақтағайын, арнамыздан алыстап жаңалықтан қалысқап жүрмеңіздер. Дидарласқанша.